Достар, Аяз атаның қолғабының дәмін көрдіңіз бе? Осы дәмді салаттың дәмін қарағыңыз келе ме? Оныша кеттік. Піскен картофелімізді үкіштен өткізіп, тарелкеге осындай қолбақ тәрізді қылып қоямыз. Оның үстіне майонез жағамыз. Үкіштен өткізген шикі сәбізбен ұсақтап туралған пиязды кішкентай майға қуырамыз да картоптың бетіне төсейміз. Сәбіздің үстінен кез келген балық консервасын төсейсіз. Мен тұздалған майшабақты алдым. Балықтың үстінен піскен жұмыртқаны үкіштен өткізіп төсейміз да оның бетіне қайтып майонез жағамыз. Енді жұмыртқаның бетіне үкіштен өткізген ірімшігімізді саламыз да оның үстіне де майонез жағамыз. Байқасаңыз, достар, қолбақтың айналасына мен ірімшікті шаштым, қар тәрізді. Енді қолғабымызды қызыл балықтың уылдырығымен әрлендіреміз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Саусағы жоғары лайк басамыз. Лебіз білдірген үшін алдын ала сіздерге көптен көп рахмет. Қолғабымыздың жоғарғы жағын жұмыртқаның ақ уызымен әрлендіреміз. Астарың дәмді болсын.